Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді булочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Толықтай видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Ашытқы қосамыз. Ерітілген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қалауыңызша ванилин қоссаңыздар болады. Тағы да араластырып, қажетінше ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Одан кейін сұйық май құйып, 2 ас қасық жақсылап илейміз. Қамырды көтерілгенше қоямыз. Кейін көтерілген қамырды алып, ешқандай ұн сеуіп қажет емес. Бірнеше бөліктерге бөлеміз. Одан кейін дәл видеодағыдай домалақтап күршелеп дайындап аламыз. Одан кейін қамырымызды шетінен алып, дөңгелетіп жаямыз. Кейін оның үстіне ерітілген сары майды жағып, және де азғантай қант сеуіп, орайтын боламыз. Осылай дөңгелетіп орап, одан кейін тағы да 2-ге бүктеп, дәл видеодағыдай кесеміз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай дайындап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Одан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Осы кезде духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар. Толық рецепті видеоның соңында жазып кететін боламын. 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.